Саламатсыздар, көрермендер. Мен сіздерге бүгін балконда помидор өсіруді көрсетейін. Мен алғашқы рет өсіріп жатырмын, сондағы тәжірибемен бөлісейін деп жатырмын да. Мынау міне өсіп тұрғандар әзірге кішкентай. Алла жазса өсіріп жеміс аламыз деген ойдамыз. Қалай өсірдім мен, соны айтып берейін. Мен бұған арнайы дән, мысалы арнайы тұқымды алған жоқпын. 20 сәуір күні дүкеннен қызанақ сатып алдым да, помидор. Соның ішіндегі дәндерін жеке неге түсірдім. Топырақ алып, соған шұқылап ақын бір-бірлеп түсірдім да, әрбір шашып. Мынандай дүние. Қазір мен жерден бананның қабығы кеуіп жатыр. Оны удобрениеге жарайды. Кейінге соған дайындап қойып отырмын. Осыған ішіне салдым. Чұқалап, сосын топырақ, қара топырақты алып келдім да, сосын дәндер жаңағы ішіндегі тұқымдарын салдым. Біреулеп алып шығып чұқалап отырып, сосын чұқалап топырақ салдым да, су қойдым, болды. Содан өсіп шыққандары мынау. Міне бүгін мамыр айының бүгін 13-і. Сондағы шыққан көрген осы. Бірінші осыған шықты, дәм боп, жылтайып, бір жұманың ішінде. Сосын жеке-жеке майдың оны күні мынандай жеке-жеке отырғыздым. Себебі мынау жапырақтары, бірінші мына екеуі шығады, екі жапырақ, сосын бар-барға үлкейгеннен кейін бір талда екі жапырағын үшеу, төртеу, бесеу болған кезде барып осылай жеке-жеке отырғызу керек екен. ютубтан көргендерім. Ең кеш шыққаны мынау болды. Қазір міне. Бұл ең бірінші мен еккенде бұған топырақ салдым, сосын қарағайдың тікенек жапырағын салдым да, тікенегін. Сосын үстіне топырақ салып сөйттім. Сол қарағай текке салдым ба дедім. Өйткені мен қызанақты екіге жарында, бір жағын бір неге, екінші мынандай шелекке, екіншісін осындай екеуіне салдым. Содан біреуінен біреу-ақ өсіп шықты. Мынауған өсіп шықты. Оның өзі өте баяу, ақырын өсіп шықты. Ал екінші бөлігінен қалғандары өсіп шықты міне. Сонда біреуіне мен қарағайды көп салдым да, сол қарағайдың әсері ме дедім, біреу ғана өсті да, мен анда кішкене қопсып тұрсын деп ойлағам. Соған үшін салып едім. Сол дұрыс болмады ма деп ойлап отырмын өз тәжірибемнен. Енді құдай жазса өсіріп көреміз. Жазда енді жеміс береді деген ойдамыз. Қазір енді бұның әр түрлері болады. Мен бұның сортын да білмеймін, қандай екен, әйтеуір дүкеннен алып салдым. Бұл ғана кәдімгі дегендері болады екен, тек балконға арналған биік өспейді, тек жайқалып қана өседі, тапал болып. Ал арнайы жылыжайға арналғандар ол биік болып өседі. Әртүрлісін. Ал енді қандай екенін көреміз. Бірінші рет, алғашқы рет көріп тұрғанда өсіріп жатырмыз. Қалай болатын? Помидор осындай. Енді қияр алып салмадым. Өйткені қияр алып көріп едім. Қиярдың ішіндегі дән жетілмеген сияқты болды. Соны салмадым сосын. Мен андай саженцасын сатып ала саламын дегенмін, соған әзірге жете алмай жүрмін. Барып алатын, сатып алатын. Сосын өсіріп көретін. Сондай. Енді кішкене бойы көтергеннен кейін жеке-жеке салам. Мындай төменнен 5 литрлі баклажкаға нетіп төменнен іліп қойып отыр, жоғарыдан төмен қарай іліп қойып отыр, немесе былай өсіреміз, көреміз енді қалай болатын. Бұл жерде енді бір несі алыс жаққа кеткен кезде ел жаққа жол суару. Сондықтан бұны суаруды өзі астына су құйып, өзінен алмасып су алып тұратындай қылдыру керек. Соны ойластырып, астына су, үстінен бұны қойып, жіп нетіп қойып, сол жіп арқылы өзі керек